Белгілі журналист Руслан Өтепбай ел арасында резонанс тудырған Құндыз бен Назгүлдің қазіргі қамқоршысынан алаяқтық ісімен сотталған Ильяс Сариев туралы сұхбат құрды. Бұл туралы Алаш.kz сайты хабарлайды. Құндыз бен Назгүлді өз қамқорлығына алған Зүлфия Төлегеноваға журналист Ильяс Сариевтің желіде тараған видеосындағы 500 мың теңге туралы төтесінен сұрақ қойды. Берді 500 мың теңге. Қайтадан камерасын өшіріп алып кетті. Әйел оған қоса алтын әшекейлерінің де Ильястың қолында кеткенін айтты. Жалпы алып кеткен құнды заттардың сомасы 780 мың теңгені құрайтынын жеткізді. Руслан Өтепбайға қарсы қойып, сөзін сөйлеткен кездері де болғанын жасырмады. Бұл жағдайға қатысты журналистің өзі кім-кімді лақтырған деп жазды желіде. Қадірлі көрермендер, бұл жағдайды оқығанда ең алдымен екі жаққа да салқынқанды қарау керектігін түсінесің. Руслан Өтепбай көтерген сұрақта, Зүлфия Төлегенованың айтқандары да қоғам үшін маңызды. Себебі әңгіме тек ақшада емес, сенімде, жауапкершілікте және балалардың тағдырында болып отыр. 500 мың теңге мен алтын әшекейлерге қатысты мәліметтер рас болса, бұл жай ғана тұрмыстық келіспеушілік емес, құқықтық баға беруді қажет ететін мәселе. Ал Ильяс Сариевтің бұған дейін алаяқтық ісімен сотталғаны қоғам күдігін одан әрі күшейтуі мүмкін. Дегенмен, кім-кімді лақтырды деген сұраққа әлеуметтік желіде емес, заң аясында жауап берілгені дұрыс шығар. Қазір әркім өз шындығын айтып жатыр. Ал ақиқат тек жан-жақты тексеруден кейін ғана белгілі болатын дүние. Ең бастысы осы даудың ортасында Құндыз бен Назгүлдің мүддесі көлеңкеде қалып қоймауы тиіс. Үлкендер арасындағы тартыс баланың тағдырына әсер етпеуі керек. Қоғамда эмоцияға берілмей, әділ шешімді күткені жөн шығар.